Сәлеметсіздер, құрметті оқушылар. Мен Темірбек жүрген атынан нөмір 123 мектеп лицейінің математика пәнінің мұғалімі Балқан Нұркен. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз қарапайым тригонометриялық теңдеулер. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты қарапайым тригонометриялық теңдеулерді шешу. Сабағымыздың негізгі мақсаты қарапайым тригонометриялық теңдеулердің шешімдерінің жалпы формулаларының қорытылуын білу және есеп шығаруда қолдана алу. Және оның дербес жағдайлары бар, нөлге, минус бірге, бірге тең болған жағдайларды қарастыратын болатын. Сабақ бастамас бұрын бірінші алғаш өткен тақырыпта қайталап алайық. Мына тақтада берілген сілтеме арқылы кірсеңіздер болады. Егер интернеттеріңіз бар болса, баста бірден шығар, немесе сілтемені көшіру арқылы өте аласыздар. Мына көргендеріңіздей сілтеме бойынша келсек, бізге бұрыштық, бірлік шеңберде бұрыштық графиктермен және оның мәндері көрсетілген. Яғни осыны сәйкестендіруіміз керек. Енді бұл жерде бірінші алайық, мысалы 3π бөлінген 4. Оны қалай есептейміз? Бізде π дегеніміз 180 градусқа тең, оны білеміз, 180-ді 4-ке бөлетін болсақ, 45 градус, 45 3-ке көбейтетін болсақ, 135 градус. Қай 135 градус қай суретке келеді? 135 градусымыз біздің екінші шекте орналасқан, демек осы суретке сәйкес келеді екен. Оның қасында 2πk деген бар, мұшат қарасаңыздар, осы 2πk дегенді шошымауымыз керек. 2π дегеніміз бізде 360 градус. К дегеніміз бүтін сандар жиыны. Яғни к-ның орнына кез келген бүтін санды қойсақ, біздің осы 135 градусымызды бір айналымда, екі айналымда немесе сол қалпында нөлді берген кезде сол өз қалпын сақтап қалады екен. Сондықтан осыған сәйкестендіреміз. Ары өзіміз осыны жалғастырып, осы сілтеме арқылы орындайтын боламыз. Ары сіздерге тақтада жеке жұмыс көрсетілген. Осы жеке жұмыстың әр тапсырмада, екі тапсырмадан бар. Соның біреуін сіздерге түсіндіріп көрсетсем, ары екіншісін өздеріңіз орындайтын боласыздар. Сонда оқушылар бірінші косинус қандай да бір а деген мәннің шешімін табайық. Ол үшін бірінші бізге косинус ойдамызды сызып алайық. Косинус ойдамыз 0-де 1, π бөлінген 2-де 0. Осы толқын жалғасып кете береді. Енді біз косинус ойдамызды сызып алдық. Одан кейін бізде а деген нүкте. А деген бұл минус 1 мен 1-дің арасында жату керек. Неге? Себебі біздің косинусымыздың мәндер жиыны минус 1 мен 1-дің арасында ғана. Яғни одан жоғары немесе минус 1-ден төмен жағдайлар болатын болса, онда бұның шешімі болмайды. Тек осы аралықта ғана шешеміз. Сонда бірден біз төмен бір нүктені алатын болсақ, бізде сонда қандай да бір косинус ойдаммен қиылысатын нүктелер пайда болады. Осы нүктелер біздің теңдеуіміздің шешімі. Яғни бізде косинуста бірнеше жауап болады. Оны тек бір ғана шешіммен жазамыз. Ол қалай? Бірінші, бізде қиылысып тұрған осы нүктеміз, а дейтін нүкте, x-та қиылысады бізде косинус а дейтін нүктемен қиылысады. Және де ары осы нүктеміз бізде дәл косинусымыз бізде жұп функция ол, сондықтан қарама-қарсы ретте дәл осыны қайталайды. Демек, ол минус косинус. Демек, біздің теңдеуіміздің шешімі болады x-тен минус плюс. Неге? Өйткені ол жұп функция. Сондықтан косинус а плюс. Бізде енді косинуста периодымыз неге тең еді? Біз бұл қайдаланып жатыр, мұна аралық 2π сайн. Сонда бізге 2πn. Сонда n үй тапсырмасында тексерілген нәрсе 2πn дегеніміз, мұна шешімдердің, яғни 2πn, яғни 2π сайын қайталанып, осы шешімдер шығып отыратынын білдіреді. Сонда біз мұна x-тен плюс минус косинус а қосылған 2πn, n тесіп бүтін сандар жиыны дегеніміз, бұл біздің нақты формула ретінде қарастыруға болады. Енді
осы формулаға байланысты есеп шығарып көрейік. Мысалы, косинус x тең болсын бізде түбір асты 2 бөлінген 2-ге. Демек, біз бұл қарапайым теңдеу. Бұны шешу үшін мына формулаға салсақ жеткілікті. Мысалы, бізде 2 таңбалы санды қосу үшін бір таңбалы сандарды қосу керек, соны үйрену керек сияқты бірінші қарапайым теңдеулерді шешіп үйрену бар. Сонда бізде x тең болады арк косинус түбір асты 2 бөлінген 2 қосылған 2 n. n тезілік. Демек, арк косинус түбір асты 2 бөлінген 2 дегеніміз бізде болады x тең 45 градус немесе пи бөлінген 2 пи n, сонда n тезілік бүтін сандар жиынға. Осылай біздің теңдеуіміздің шешімі сонда. Мына теңдеуіміз пи бөлінген 4 қосылған 2 пи n тесіліп бүтін сандар жиынға. Демек, n-нің орнына 0-ді қойсақ 45 градус, 1-ді қойсақ 360 қосылған 45. Яғни бізде мысалы кітаптарда бір аралықпен мысалы мына есепте бірінші шеректе шеште өзгерте салсақ есепті. Сонда x тең бірінші шерек 0-ді қоямыз сол кезде. Пи бөлінген 4 қосылған 2 пи көбейтілген 0. Ол біздің пи бөлінген 4. Сонда бірінші шеректегі жалғыз шешімі пи бөлінген 4 болып есептелінеді екен. Ары мысалы жаңа кезде түбір асты 2 бөлінген 2-нің біздегі синустағы, косинустағы мәндерді таба алмай жатамыз. Ондай кезде тез жаттап алудың, кесте құрудың лайфхагын сіздерге көрсетіп жіберейін. Бірінші бізде 0, 30, 45, 60, 90 көп кездесетін градустар, яғни нақты мәні бар градустар осы. Осы градустарды жазып аламыз да, енді ары қарата мысалы бірінші синустан бастайық. 0, 1, 2, 3, 4. Яғни сандарды өсу ретімен жазып шығамын. Ары қарата мен осыларды түбір астына аламын. Және оны 2-ге бөлемін. Сонда осыдан шыққан мәндер біздің синустың мәні болады. Мысалы, түбір асты 0-ден 0 шығады, оны 2-ге бөлсек бәрібір бізде синусымызда 0 шығады екен. Түбір асты 1-ден 1 шығады, одан бәрібір 2-ден 1 шығады. Бізде сонда түбір асты 2-ге рационалсам, демек бұл өз қалпын сақтап қалады. Дәл солай түбір асты 3-те өз қалпын сақтап қалады. Түбір асты 4-тен бізден 2 шығады. 2-ден 2-ге бөлетін болсақ, сонда бізде 1 дейтін мән шығады. Сонда мына берілген сандар біздің синусымыздың мәні. Ары қарата косинусты жазатын болсақ, косинус синусты жазып алғаннан кейін ары қарата оқымайды. Дәл осы мәндерді керісінше жаза саламыз. Сонда бәрі түбір асты 3 бөлінген 2 бізге түбір асты 2 бөлінген 2 сәйкес келеді. Ары қарата 2-ден 1 және де 0. Ары қарата тангенс жазатын болсақ, тангенс дегенді біз білеміз. Синус пен косинустың қатынасы. Демек, мына тұрған екеуінің бөлімісін бере салады. Сонда мына арасын бөлетін болсақ, 0-ді 1-ге бөлсек 0. 2-ден 1-ді түбір асты бөлінген 2-ге бөлетін болсақ, 2 мен 2 қысқарады бөлімде түбір асты 3 бөлінген 1 қалады. Иррационалдықтан құтылсақ, түбір асты 3 бөлінген 3-ге айналады. 2 1 мәні. Ары қарата 2 бірдей санды бөлсек бізде 1 шығады. Бізде түбір асты 3 бөлінген 2-ні 2-ден 1-ге бөлетін болсақ, 2 мен 2 қысқарып кетеді, түбір асты 3 қана қалады. Ал 1-ді 0-ге бөлетін болсақ, бізде білеміз санды 0-ге бөлуге болмайды. Демек, бұл анықталмаған. Біз асимптота дейтін тақырып алдағы уақытта өтеміз, сол кезде осы мәселені қарастыратын боламыз. Ары қарата котангенс. Дәл жаңағы косинус сияқты тангенсті керісінше жазып шығарсақ болды. Анықталмаған. Түбір асты 3, 1, түбір асты 3 бөлінген 3, және де 0. Осылай тез жаттап алуға болады кестені. Немесе ары қарата бұдан үлкен сандарды қалай табамыз десек, келтіру формуласы арқылы есептеп таба аламыз. Келесі жағдай бізде арк синус минус x, арк тангенс минус x, арк косинус минус x, арк котангенс минус x. Осындай жағдайларда теңдеу шешу барысында оқушылар көп қателеседі. Мен мынада синус пен тангенсті бөлек алдым.
бірінші басталатын к-дан басталатын косинус пен котангенс бөлек тұр. Демек, к-дан басталатын нәрселердің бізде шығару жолы бөлек, синус пен тангенстікі шығару жолы бөлек. Минус болған кезде бізде синус, ондай кезде тек минусы, синустың алдынан минусы жай ғана таң болып шыға келеді. Тангенсте де дәл солай. Минусымыз алдынан тек минус болып шыға келеді. Мысалы, бізде арк синус минус 2-ден 1 дейтін болатын болса, бізде 2-ден 1-дің мәні, 2-ден 1-дің мәні бізде пи бөлінген 6, демек минус пи бөлінген 6. Жай ғана осылай есеп шығасады. Ал арк косинус пен арк котангенсте бізде оны минус болатын болса, пи-ден азайтамыз. Мына жағдайда дәл солай. Арк косинус x-ті және арк котангенс x-ті. Мысалы, арк котангенс минус 1 дейтін болса, котангенс 1 дегеннің мәні бізде пи бөлінген 4, сонда пи бөлінген 4-ті пи-ден азайтамыз. Сонда бізде ортақ бөлімге келсек 4, мұнағы 1-ден береміз, сонда 4 пи азайтылған дейді, ашып жазып көрсетейік, бөлінген 4, түгіде 3 бөлінген 4. Осындай минустар кезінде қателеспеуге тырысайық. Синус пен тангенсте жай ғана бұрыштың алдынан минус шыға салады, ал косинус пен котангенсте бізде пи-ден азайтып, сол мәнін тауып арқылы шығарамыз. Оқушылар әрбір бізде геогебра бағдарламасы арқылы өз-өзімізді тексерсек болады. Ол үшін бірінші бізде қазір тригонометриялық теңдеулер шешетін болғандықтан бірінші біздегі настройкамызды келтіріп алайық. Ол үшін бірінші бізде x өсіміз әрқашан не болады? Бірлігіміз бізде болады радиан арқылы, яғни пи. Біз осылай пиге ауыстырып алдық. Ары қарата бізде керек кез келген функцияны мына кірістегі жазудың орнына жаза аламыз. Мысалы, y тең біз жаңа косинусты көрсеттік, синусты көрсеттік. Синус x, тақтада синус ойлар пайда болды бағдарламада. Яғни, енді ары қарата осы теңдеуді шешетін болсақ, қандай да бір 2-ден 1 дейтін ары қарата тағы y тең 2-ден 1 болады. Теңдеу жазайық. Y тең 1 бөлінген 2. Сол кезде бізде екінші міне қара сызық пайда болды. Мысалы, синус x тең 2-ден 1 теңдеуін шеш деген кезде осындай 2 теңдеуді қарастырып аламыз. Көріп тұрып па? Мына арада 1, 2, 3, 4 осылай шексіз нүктелер қиып өтеді. Соның бізге 0-ге ең жақын нүктесін қарастырамыз burada. Шешім болады. Мысалы, бізде ол мына нүкте А деген нүктені белгілеп алдық. Оның мәнін қарайтын болсақ, бұл енді радианттың 0,152. Ол 0,152 неше градус екенін анықтау үшін біз 1 радианның 57 градус екенін білеміз. 57-ге 0,152-ні көбейтетін болсақ, жуық шамамен 30 градус, яғни пи бөлінген 6. Сонда біздің шешіміміз пи бөлінген 6 қосылған. Бізде синустың периоды пи сайын қайталанады, сондықтан қосылған пи к болады. Оқушылар жаңа А нүктесін көрсеттік, яғни теңдеудің шешімі 0-ге ең жақын тұс болады. Сонда біз оның теңдеудің шешімін жазатын болсақ, синус x тең 2-ден 1-дің шешімі x тең минус 1-дің n дәрежесі. Синуста әрқашан минус 1-дің n дәрежесі, яғни мынаның жұп тақтығына байланысты, біздің периодымызға байланысты мына нүктелер тақтада көріп тұрып, осы нүктелердің шешімін әрқайсысын жеке-жеке көрсете береді. Сонда бізде 2-ден 1-дің мәні пи бөлінген 6, сонда x тең минус 1-дің n дәрежесі көбейтілген пи бөлінген 6 қосылған пи к. Бізде синустың периоды теңдеу шешкен кезде пи болады. Осы нәрсені ескерейік. Оқушылар, біз 9-шы класста радиан деген тақырып өткен болатынбыз. Не үшін жаңа 57 градус болды дегенді түсіндіріп кетейік. Бізде 180 градус және оның радианттық мәні бізде пи болады.
Бұны градусқа айналдыратын болсақ, 182 бір-біріне 1 градусты береді, иә? Ол 1 радиан нешеге тең? Ол үшін пидің біз білеміз, сандық мәні 3,14 жуық шамамен, 183,14-ге жуық шамамен бөлетін болсақ, бізде 57 тең. Яғни, бір деген санның жуық шамамен, сан кейде кездесіп есептеді. Санмен берілетін болса, демек оның градустық мәні жуық шамамен 57 градус осыдан шығады. Дәл солай ары қарата бізде радиандық мәнін таба алмайтын оқушылар үшін, мысалы, 45 градус қосылған 90 деген келетін болса, ол бізде 135 градус болады. Мысалы, бұлай бөлінген пи бөлінген 4, қосылған пи бөлінген 2. Осының мәнін тап деп келуі мүмкін. Біз 184 көбісі 45 екен білеміз. 182 көбісі 90 екен, екеуін қоссақ 135. Осы 135 деген градусты радианға айналдыру үшін 135 көбейтілген. Мына формула керісінше қолданылады. Пи бөлінген 180. Мынау алынған көбейтіледі, демек бөлімі қысқарады. 180 мен 135 бізде қысқарады 45-ке, 184-ке, 135 3-ке. Сонда 3π бөлінген. Осы арқылы шығарылуға, немесе бөлшек түсінген оқушылар маған ортақ бөлімге келтіріп, мынаған 1-ден, мынаған 2-ден, сонда пи қосылған 2π бөлінген 4 тең 3π бөлінген 4, яғни екеуі де бір мәнді береді. Осылай радиандық мәндерді табуға болады. Оқушылар қалған тапсырманы скриншоттау арқылы немесе тоқтату арқылы өзіміз үйден жалғастырып, менің жекеме мына сұрақтарға жауап беру арқылы қосып, менің жеке парақшама немесе WhatsApp желісі арқылы маған жіберсеңіздер болады. Осы арқылы сіздер кері байланыс және мен сіздерге кері байланыс беретін боламын. Бүгінмен осы сабағымыз аяқталды. Бүгінгі оқу мақсатымызға жеттік деп ойлаймын. Келесі сабақта кездескенше.